Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді сүттен жасалатын үлпілдек панкектің рецептімен бөлісемін. Және де менің каналымда көптеген рецепттер бар, жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: ұн, жылы сүт, қант, ерітілген сары май, разрыхлитель және де ванилин, және де 2 жұмыртқа. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы бен сары уызын бөліп аламыз. Енді сары уызға қантты қосып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Жылы сүтімізді құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Ерітілген сары майымызды құямыз да тағы да араластырамыз. Енді ұнымызды 3 бөліп қосып араластырамыз. Ұнымызды жақсылап тұрып араластырамыз, ешқандай түйін бізде қалмау керек. Енді соңында міндетті түрде осы ұнымыздың үстінен разрыхлитель мен ванилинді қосып жібереміз. Араластырған уақытта интенсивті, қатты жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде қамырда еш түйін қалмау керек, және де бізде осындай консистенциясы қою қамыр болу керек. Енді ақ уызымызға кішкене шым-шым тұз қосып, осылай миксердің көмегімен көпіргенше араластырып аламыз. Ақ уыздың тығыздығын осылай тексеріп алыңыздар, сіздерде ақ уыз ағып кетпеу керек. Енді осы ақ уызымызды қамырға қосып, астынан үстіне қарай араластырамыз. Біздің ақ уызымыздың осындай үлпілдеген консистенциясын басып алмай, астынан үстіне қарай мұқият араластырыңыздар. Міне осымен біздің панкектің қамыры дайын болды. Енді қызып тұрған тапамызға 2 ас қасық қамырды салып, панкектерімізді пісіреміз. Мен тапаға 2 панкектен пісірдім, және де 2 панкектің араларын бір-бірінен алыстау етіп құйыңыздар. Мен табаға ешқандай май құйған жоқпын, құрғақ табада пісірдім. Міне осындай өте әдемі панкектер болып шығады, және де өте әдемі көтеріледі. Достар, егер де сіздер ПП панкектің, не болмаса ПП тамақтың рецептерін іздеп жүрсеңіздер, менде плейлистте ПП тағамдардың рецептері бар. Ссылкасын мен үстіде қалдырып қоямын, сол жерден өтсеңіздер, ПП тағамдардың рецептерін көре аласыздар. Міне біздің панкектеріміз пісті, осындай өте әдемі үлпілдек болып шықты, және де енді панкектерімізді әртүрлі етіп, әрлеп, не болмаса неше түрлі допингтармен жесеңіздер болады. Осылай балмен жесеңіздер болады, қаймақпен, не болмаса әртүрлі креммен жесеңіздер болады. Енді қараңыздарына, іші деген өте әдемі, және де қараңыздар қалай әдемі көтерілген. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Келесі кездескенше күн жарық.